Мне очень радостно от лица всего коллектива Фонда Евразия Центральная Азия поздравить наших корпоративных партнеров компании Tengizchevroil с 30-летием их работы на территории Республики Казахстан. Весьма символично, что в это же самое время мы отмечаем 5-летие и нашей программы. И для нас особенно важным и ценным является то, что в рамках этой программы мы видим реальное партнерство между компанией, местными органами власти и представителями гражданского общества. Так скажем, энергией было благоустроено более 150 общественных пространств, что позволило практически около 40 тысячам жителей Атырауской области, Мангистауской и города Атырау пользоваться самыми лучшими, комфортными детскими площадками, спортивными сооружениями и очень популярными парками. Бұл қоғамдық кеңістіктер жобасының негізгі мақсаты ауданда азаматтық қоғамды дамытуға өз септігін жақсы тигізуде. Яғни бұл жерде тұрғындар өздерінің жобаларын тікелей қоғамдық қорға ұсынып, сол жобаларына қаржылай қолдауды табуда. Бұл жерде әртүрлі шағын әлеуметтік нысандар халықтың игілігіне пайдалануға беріліп жатыр. Сондай-ақ осы жобаны үйлестіруші, жобаны ұйымдастырушы Орталық Азия Евразия қорына Tengizchevroil жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қаржылай қолдау көрсетіп отырғанына алғысымыз шексіз. Осы алдыңғы жылы осы мостты салғанбыз. Мына жерде мына жақта 50 шақты үй тұрады. Сол мына қатынау қиын. Анау жақта тұрған тонау 500 метр асфальттың үстінде, ол да жол қарастырылмаған. Сондықтан мына мост салынған еді. Алдыңғы жылы. Көпірден бәленбай бала-шаға былайға өтеді, мектепке, детсадқа, үлкен кісілер өтеді, мына жақта тұрған сияқты. Енді биыл мына келіп жатқан соның 30 жылдық мерейтойы құтты болсын. Біздер осы 2022 жылдан бастап қоғамдық кеңістіктер жобасына қатысып, 4 миллионға жуық грант ұтып алған болатынбыз. Олмен біздер өзіміздің ауылымызға балалар ойнайтын шағын алаң жасаған болатынбыз. Бұл алаң халық игілігіне беріліп, балалар қуанып, жергілікті тұрғындарда қуанып, өз қуаныштарымен бөліскен болатын. Осы қоғамдық кеңістіктер жобасымен бізді қаржыландырып отырған ТШО компаниясына үлкен алғысымызды білдіреміз және 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Осы балалардың ауылымызда балалар, яғни виртуалды емес, кәдімгі шынайы өмірмен, яғни балаларды ойнауын қаладым. Tengizchevroil шектеулі серіктестігінің 30 жылдық мерекесімен құттықтап, осындай әлеуметтік жобаларға қолдау көрсетіп жатқандарына шын жүректен рахметімді айтамын.